Байлар да жылайды. Бірінші бөлім. Жас шамасы біразға келген осы адам қыр соңымнан қалар емес. Өзі бір сөз ұқпайтын сұмырай екен. Аңдыған. Бұл менің үлкен қалаға алғаш келгенімдегі болған оқиға. Газет-журналдардан жұмыс іздеп жүріп, әрең дегенде осы жұмысымды тапқанмын. Осылайша күнделікті баратын жеріммен үйге келетін жолым бір жол. Ал мұны білетін мына көкжал қыр соңыма түсіп алған. Аяқ алып жүруден қалдым. О баста ойда жоқта пайда болғанына таң қалатынмын. Тіпті ұрсып тастап өте шығып жүрдім. Алайда мұнымнан түк шықпады. Енді қайтсем екен, сотқа арыз жазып көзін құртсам бекен. Бірақ кімге жазамын, қайда жазамын, оған менің сауатым жетпейді. Ал жеткенде мен не деп жазамын? Бұл адам маған соншалықты не жамандық істеді? Түк те істеген жоқ қой, тек танысайық, үйіңізге жеткізіп тастайын деп қипақтағаны болмаса, басқа сөз айтқан емес. Көлігіне қарасам, жай жүрген біреу емес екені белгілі. Өйткені мына көлік қымбат көлік. Ол кезде маған көлік жүргізу түгіл түр-түсін анықтау қайда. Алып қалаға ауылдан жаңа келген кезім, өзім қаланың қызындай жалманып та тұрғаным жоқ. Қысқасы, міне осы әкем қатарлы мына Ақбастан құтыла алмадым. Қашанғы қашамын және де қайда қашамын? Онан да жақсы сөзбен айтып түсіндірейін деген оймен бүгінде жұмысымнан шығып жан-жағыма көз жүгірттім. Әне, ана бір тұрған ақ машина соныкі болса керек. Мен үлкен жолға жетем дегенше болмады, қатарласа кеп терезесін түсіріп күнделікті әуеніне басты. Қарындас, жеткізіп тастайын дейді. Иә, тап солай деді. Мынау сол күнде кеп мені күтіп тұратын Ақбас адам. Енді қайттым, аялдамаға жетем дегенше біраз жер бар. Ал жаяу жүргіншімен қатар жүрген көлікке кейінгілер сигнал басып, үлкен көше бойы у-да шу. Ал мына Ақбастың оған қарайтын түрі жоқ. Отырыңызшы деп жалынып келеді. Құдай жазса шараң бар ма? Сол мезет алдағы аялдамаға дейін отыра салсам деген ой миыма сап ете қалмасы бар ма? Мақұл, отырайын, бірақ анау аялдамаға дейін отырамын деп айтып салдым. Бұл сөзіме Ақбас қатты қуанып кетті. Көлігінің есігін айқара ашып тоқтай қалды. Мен де жан-жағымды бір шолып шықтым да алдыңғы орындыққа қарадым. Осылайша өмірімде жігітпен кездесіп көрмеген мен әкемдей адамның көлігінде отырдым. Ал жаңа көлік жаймен жүріп ортаңғы жолға шықты да көп көліктер нөпіріне қосылды. Міне осыдан соң сұрақ-жауап басталды. Есімің кім дейді салмақты үнмен? Сәбира дедім де үнсіз қалдым. Қуаныштымын, қайдан боласың сұлуым дейді қайта қарап. Жезқазғаннан боламын дедім. Содан өзара әңгімеміз қыза түсті. Жезқазғанда болғанмын дейді. Кішігірім қала, бірақ қыздары өте сұлу. Негізі қазақтың қыздарының бәрі сұлу ғой. Менің әйелім де өте сұлу келіншек деп барып тоқтап қалды. Мына сөз төбемнен жай түскендей болды. Сол сәт не екенін білмеймін. Тоқтатыңыз көлікті, түсіп қаламын деп айқайға бастым. Бірақ мұнымнан түк шықпады. Кешіріңіз деп кешірімді сұрап алған Ақбасым мен тұратын ауданға қарай жүйткіді. Не істеймін? Үнсіз ғана отыра бердім. Іштей ойлап қоямын. Қыз қырқын қуған еріккенің ермегі болғым келмейді. Мынаның есі дұрыс емес. Бұл тап сондай адам. Қызындай қызға көз салған құлқынның құлы болғыр біреу. Ақша не істетпейді дерсің. Қымбат көлікті киімше ауыстырған мына еркексымаққа қыз керек. Қыз болғанда да қыпша бел, қасы ойылған, оймақ ауыз қыз керек. Мен өзімді сұлумын демеймін, бірақ маған сөз салмаған жігіт жоқ. Ауылдағы мектепте де, онан Қарағандыға медколледжге оқуға түскенімде де қырындағандар көп болған. Тіпті колледж басшыларының бірі оқуымды, пәтерімді, киімдерімді мойнына аламын деп қолқа салғаны бар. Бірақ менің тәрбием бөлек. Тең-теңімен, тесек қабымен деген бар. Әкемдей адамның көлігіне отырып, Құдай ұрғанын қарашы. Осыдан аман сау үйіме жетсем,
екінші рет маңына жоламаспын. Және де басы бос еркек болса бір жөн, сұлу бәйбішем бар деп қояды. Осылайша өз ойымен арпалысып отырғанда үйге жеттік. Енді мына қызықты қараңыз. Мен тұратын үйді мына Ақбас бұлжытпай тауып келді. Тіпті подъезімді де білетін сияқты. Оған өзі қуанып отырған сыңайлы. Міне, аман есен жеттік қарындас дейді, жерден жеті қоян тапқандай. Мен не дейін? Қуанышымда шек жоқ. Рахмет сізге. Ақшаңызды төлейін дедім де сумкыма қол жүгіртіп. Қойыңыз қарындас, ақшаңыз керек емес. Онан да 5 минут болса да отырып әңгіме айтайықшы дейді қолымның сыртынан ұстап. Мына іске қорқып кеткенім соншалық, жіберіңіз мені деп екінші қолыммен есікке жабыстым. Бірақ қорқынышым тезде басылды, өйткені өз үйімнің алдында, өз ауламда отырмын. Сонымен қатар осы адамның түпкі ойын да білгім келді. Сол үшін де өзім бастадым. Ал айтыңызшы, сіз маған не дегіңіз келеді? Менен сізге не керек деп бұртыйдым. Сонда ғана Ақбасым әңгімесін бастады. Менің жасым 42-де, осы қаланың тұрғынымын. 2 қызым бар, екеуі де шетелде оқиды. Несін жасырайын, үйде бәйбішем де бар. Екеуміздің отау тіккенімізге жақында 20 жыл толады. Фармацевтика жөнінде бизнесіміз бар. Қала сыртындағы жеке секторда тұрамыз. Қарсы болмасаң, бір күні біздің үйге қонаққа барсаң, үйдегі жеңешеңмен таныссаң, ол өте жақсы кісі. Сенбесең міне, өзің сөйлесіп көрші деп әлдекімге қоңырау соға бастады. Ойбай, мынау жынды ма, әлде алжыған біреу ма? Бәйбішесімен таныстырам дегені несі? Қой, мұны сұмырайдан аулақ жүрмесем болмас деп түсіп қаша жөнелдім. Алайда алысқа кетуге шамам жетпеді. Сабираж, түсінші мені, сен толық тыңдаған жоқсың ғой. Сол үшін де түсінбедің. Тоқташы, бері келші, тым болмаса анау скамейкада отырып сөйлессек деп едім. Егер көлікте отыруға қорықсаң дейді. Ойбой, енді қайттым. Қайдан ғана отырдым мына көлікке? Енді қалай құтылсам екен? Мынаның есі дұрыс емес екені анық. Бәйбішесі несі ойбай? Қой, онан да бәрін айтып тастайын да құтылайын деп кері бұрылдым. Бірақ көлігінен түсіп, қолын созып тұрған мына Ақбасты көргенде қаттым да қалдым. Өйткені бір қарағанда кәрі көрінгенмен, көліктен түскенде көрген Ақбасым мүлде басқаша еді. Ұзын бойлы, үстіне қымбат киім киген осы адам мені өзіне баурап бара жатты. Осылайша көлікке отырып басымды изей бердім. Тіпті әйеліммен сөйлесуден де қашпадым. Сіңлім деп сөзім бастаған әйелінің даусын телефонда естігенде ғашық болып қалдым. Тек орысшаны көбірек қосып сөйлегені болмаса, өте ақкөңіл әйел екенін сезіп тұрдым. Осылайша мына Ақбаспен арамыз жақындай түсті. Кетерімде қолыма бір уыс ақша ұстатты. Әрине, мен ол ақшадан үзілді кесілді бас тарттым. Бірақ сөмкеме салған әлі Ақбас алмасыма қоймады. Пәтеріме келіп санай бастадым. Қанша дейсіз бе? Бақандай 70 шықты. 70 мың теңге. Ол кездегі 70 мыңмен қазіргі 300 мыңды ұрып жықса болады. Бұл менің сол кездегі 3 айлық пәтер ақыма жетеді. Ол кезде менің жалақым 40 мыңнан сәл-ақ асатын. Бұл дегенің өте көп ақша. Осылайша Ақбас өз дегеніне жетті. Келесі кездескенде номерімді беріп үлгердім. Қоңырау соғып тұратынды шығарды. Бәйбішесі де қалмады. Қоңырау соғып шақырып қоймады. Сөйтіп жүргенде телефонда даусын ғана естіген осы келіншекті қатты көргім келді. Бастапқы апта бәйбішесімен телефонда ғана сөйлесіп тұрдық. Ал Ақбас менің тегін таксиіме айналды. Жұмыстан шықсам үйге жеткізеді, үйден шықсам жұмысқа жеткізеді. Қоқаңдап анда-санда ұялғаннан ақша берсем алмайды, керісінше маған береді. Бұртиып мен де алмаймын. Осылайша арамыз жақындай берді. Бойым үйреніп тез тіл табысып кеттім. Алғашқыда әкемдей көрінген Ақбас енді маған ең жақын адамға айналды. Арадан күндер сырғып өтіп жатты. Бәйбішесі қонаққа шақыруды тоқтатпады. Соңында менен шыдам кетті. Тек дауысы ғана естілетін келіншекті өз көзімен барып көргім келді.
Ақбаспен келісе отырып осы сенбіге жоспар құрылды. Негізі менің жұмысым сенбі жексенбіге қарамайтын. Қалалық аурухана болған соң ауысыммен жұмыс істейтінмін. Сондай-ақ бір бөлмелі пәтерді 3 қыз жалға алғанбыз. Айына әрбіріміз 10 мыңдай ақша төлейміз. Енді менің алдымда осы 2 құрбыма қалай айтсам деген сұрақ тұрды. Шынымен де не десем екен? Ақбасыма барам десем ше? Онда мен күлкіге қалғаннан басқа не табамын? Туысқандарыма кеттім дейтін бұл қалада ешкімім жоқ деп қойғанмын. Бармай қалсам бекен, онда әлгі келіншектен ұятқа қаламын. Оның үстіне өзім де осы жұмбақ келіншекті көргім келеді. Қойшы, не болса сол болсын. Қазір үйден шығамын да жүре беремін. Әрине жаяу бармаймын. Тіпті таксимен де бармаймын. Өйткені мені күтіп есігімнің алдында Ақбас тұр. Шығамын да көлігіне отырамын. Сосын телефонымды аламын да бейтаныс келіншекке қоңырау соғамын. Үйіне жеткенше үзбестен сөйлесіп барамын. Егер ақшам бітсе, мына Ақбастың телефонын пайдаланамын. Өйткені ол заманда қазіргідей тегін тариф жоқ. Сондықтан да маяк лақтыру мода болып тұрған кез. Әсіресе студенттермен біз сияқты пәтерде тұратындардың арасында бұл қатты дамыған. Соңғы 5 бірлігің бар болса болды, маяк лақтыруға жетіп жатыр. Тек телефонның ар жағындағы адам ұстап алмаса болды. 5, 6, тіпті 10 рет маяк лақтыра бер. Мұны менің замандастарым біледі. Бұл сонау 2005-6 жылдар. Қысқасы, мен оның несін қайғырамын. Төменде тұрған Ақбасқа бір маяк тастасам жетіп жатыр. Жүгіріп барып карта сатып алады да номерін теріп маған жібереді. Мен сол цифрларды теремде телефоныма 500 немесе 1000 бірлік жүктеймін. Бүгін де солай болған. Ол маған ақша жүктеп берген. Ал сол адам тап қазір төменде мені күтіп тұр. Қысқасы, шықтым да көлігіне отырдым. Азын-аулақ аман-саулықтан соң қала сыртындағы Ақбас үйіне қарап тартып кеттік. Жалғасы бар.